Қымбатты досым, кезекті сабаққа қош келдің. Бүгін біз футбол фристайлындағы керемет бір стильдердің бірі ситтинг стилімен танысамыз. Алдымен ең алғашқы трюк кроссоверден бастаймыз. Оның қандай екеніне назар аударайық. Допты ұстап тұрып лақтырамыз, сол аяқпен айналым жасап, оң аяқпен тебемізді ұстаймыз. Бір. Міне осындай трюк. Енді осы трюкті үйренуді бастаймыз. Ыңғайлап отырып аламыз, қолдарымызды екі жағымызға қоямыз. Мына жерге денеміз түзу, отырамыз. Аяғымызды өзімізге жақын ұстаймыз. Енді кроссовер жасау үшін алдымен допты лақтыруды үйренуіміз керек. Лақтырамыз, ұстаймыз, лақтырамыз, ұстаймыз, лақтырамыз, ұстаймыз. Бұл қалай істелінеді? Мен саған қазір допты екі аяқпен қысып ұстап, алдымен тізені көтереміз, түсіреміз, көтереміз, түсіреміз, допты ұстап тұруды ұсынамын. Ескертіп айтайын, аяқтарың талады. Престе кей жерде ауырады. Өйткені бұл жаттығуларға үйренбекеміз. Бірақ ештеңе етпейді, алғашқы 10 рет жасасақ, одан кейін бәрі үйреніп кетеді. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5 және осылай 10-ға дейін тізені көтеріп түсіреміз. Енді екінші кезең. Біз бұны істегенде допты қысып ұстадық. Допты көтеріп тебу үшін қара. Допты ұстап тұрамыз, жылдам көтереміз, яғни біз допты ұстап тұрып, тізені допты лақтырғанда, аяғымызды көтергенде. Бұлай аяқты кішкене ғана шетке қарай алсақ болады. Лақтырамыз, ұстаймыз. Лақтырамыз, аяғымызды босаңыстып, допты ұстап алдық. Аяқтың басына 1, 2, 3 болды. Осылай тағы 10 рет көтерген дұрыс. Алдымен 10 рет, содан кейін тағы 10 рет лақтырамыз. Сонда кішкене болса да үйренеміз. Енді біздің тапсырма лақтырамыз, аяғымызды босаңыстып, допты ұстап алдық. Аяқтың басына 1, 2, 3 болды. Все. Подкинуть также стоит 10 раз. Осылай тағы 10 рет көтерген дұрыс. Алдымен 10 рет, содан кейін тағы 10 рет лақтырамыз. Сонда кішкене болса да үйренеміз. Енді біздің тапсырма үшінші кезең. Допты лақтырып, сол аяғымызды доптың үстінен өткіземіз, лақтырамыз, сол аяқты өткіземіз, тағы бір рет лақтырамыз, сол аяқты өткіземіз. Енді кішкене slow motion режимінде талдайық. Допты лақтырдық, доп аздап қана аяғымыздан көтерілді. Сол аяқ, бірден доптың үстінен өтеді бұлай. Яғни доп назар аударсаң, алтыр бұл шөбеттің астында сол аяқта, оң аяқ мына жерде болды. Под левой ногой и над правой ногой, вот здесь вот. Все. И теперь енді біздің тапсырма. Төртінші кезең, ол допты оң аяқпен тебу. Допты оң аяқтың мына жері, бау байлайтын жермен тебеміз. Шиканка жасаған кезде біз мына жермен, яғни аяқтың саусақтары жағымен тепсек, аяқтың ұшымен. Мына стиль кезінде мына жермен тебеміз. Жақсы, 4 элементті қарастырдық. Енді лақтырамыз. Аяқты өткіземіз, аяқты көтердік, оң аяқпен тебеміз, сол аяқты өткіземіз, лақтырдық. Сол аяқты көтердік. Тез доп мына жерде. Левую подняли быстро. Мяч у нас оказался вот здесь вот. Теперь енді оны жай ғана тебу керек. Тебеміз. Подбиваем, левую ногу дальше проносим. Она у тебя автоматом будет сюда закручиваться. За это не переживай. Подкинули, подбили, поймали. Лақтырдық, тептік, подбили, поймали. Лақтырдық, тағы да қайталаймын. Доп мына жерге орналасты болды. Доп осы жерге келе салысымен, оң аяқты көтеріп тебесің және мына жерде ұстайсың. 3, 2, 1, тағы бір рет қайталаймыз. Міне. Осымен қымбатты досым, бітті. Мен сені кроссовер трюгін үйренуіңмен құттықтаймын. Бұл ситтинг стиліндегі базалық кроссовер. Енді достым, көп тараған қателіктерді талдайық. Бұл трюкте қателіктер өте көп емес. Алдымен саған ең маңыздысы ол допты көтеруді жаттығу қажет. Және аяқты өткізуді жақсылап үйрену керек болады. Сол аяқты көтеріп, оң аяқпен тебу.
бірақ бывают мынандай и да такие қателіктер ошибки. болады. Мысалы, Бывает, допты ребята лақтырмай просто не бірден подкидывают мяч, так вот айналдыра крутят мяч, салатындар да, да болады. и все, и так Болды. вот таким образом Бұл мяч кезде улетает. доп Просто басқа вот так жаққа вот ұшып выкручивают кетеді. ноги, но Аяқты не айналдырады, подкидывают. бірақ Обязательно лақтырады нужно етпейді. сначала Міндетті түрде чуть-чуть алдымен подкинуть, аздап лақтыра оп, и теуіп, вот это одан кейін движение сделать, мына да, и қимылды левую жасау ногу керек. нужно Сол аяқты быстро тез поднять. көтеру керек. Но ни Бірақ в коем ешқандай случае никак вот жағдайда не выкручиваем ноги. Вторая екінші ошибка қателік. у нас. Когда Допты подбивает, тепкен так вот кезде ногу вытягивает аяқты вперед, алдыға қарай ребята. былай созбаймыз. Что тоже Бұлай не істеудің стоит делать. қажеті Да, жоқ. если даже ты вытянешь Егер ногу, аяғыңды былай но созатын болсаң, кроссовер кроссовер у жасай тебя не алмайсың. получится. Если Жасағанның где-то даже өзінде де получится, әдемі емес, то стильді будет емес это болып көрінеді. некрасиво и не стильно. Поэтому Сондықтан наша с біздің тобой тапсырма задача аяғымызды ноги держать алдымызда перед мына собой, жерде вот ұстап, здесь назар сюда, аударып, где держим. өте И маңыздысы очень бұл важно элементте обратить тек внимание, тізелеріміз ғана здесь у нас жұмыс работает істейді. в этом элементе Тізеңді айналдыр только және наши аяқтарыңды алдыңа колени, только коленная жақта чашечка, ұста. крути колени. И ноги Аяқтарыңды перед собой алдыңа держи, жақта не ұста. вытягивай их, да? Созбаймыз, түзу Сидим отырамыз, ровно, қолымыз мына руки у нас жерде, здесь по обе стороны, екі да? жағымызда. На копчике вот здесь Қиымшаққа вот. Не отырамыз, лежим, ноги к жатпаймыз, себе не аяғымызды подтягиваем, ноги өзімізге перед қатты собой держим. жақындатпаймыз. Все, просто Алдымызда, бәрі держим оңай. мяч, Допты подкинули, ұстаймыз, подбили, лақтырдық, тептік, взяли ұстадық. его. Енді үй Теперь домашнее тапсырмас. задание. Алдымен Сделать 30 на кроссовер первоначальной жасау. основе 30 30 кроссоверов. кроссоверді 30 қазір кроссоверов ты можешь сабақты уже көріп сейчас біткеннен после кейін просмотра жасасаң урока болады. сделать эти 30 кроссоверов. Тем Өз самым ты біліміңді их нығайтасың закрепляешь, және и бәрі тұрақты все у түрде тебя қолыңнан стабильно келеді. получается. Осымен Наш урок сабағымыз подошел к концу. аяқталды. С тобой Сенімен был болған Диас. Диас, До келесі следующего кездескенше. урока.